Жаңалықтарым жалғастырамыз. Жетісай ауданында қайырымдылық шаралары бір сәтке де тоқтаған емес. Дәстүр бойынша аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары көп балалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға қолдау көрсетті. Олармен тілдескен мамандар мұқтаждығын тыңдап, демеушілер есебінен бір реттік азық-түлік себеттерін табыстады. Игі шара кезінде 41 отбасы қуанышқа кенелді. Оларға күнделікті тұтынатын тауар түрлерінен себеттер табысталды. Сондай-ақ мамандар көп балалы аналарды өткен мерекемен құттықтап, мерейін арттырды. Жалпы ауданымыз бойынша 7900-ден астам батыр аналар бар. Алтын алқа, күміс алқа егерлері. Одан бөлек 11,5 мыңнан астам 4 және одан көп баласы бар аналар бар. Жалпы алған кезде 19 мыңнан астам. Содан кейін мынау аз қамтылғандар, соның ішіндегі өзіміздің бөлімде есепте тұратындарды демеушілердің есебінен, өзіміздің бөлімдегі азаматтардың есебінен азық-түлік себеттерін сол 400 мың теңгенің жобасында ұйымдастырып соны бергелі отырмыз. Ауданда мүмкіндігінше қоғамнан қамқорлық күтетін жандарға қолайлы орта қалыптастыруға ықпал жасалып келеді. Әлеуметтік жағдайына немесе денсаулығына байланысты ешкімде өзін қоғамнан тыс сезінбеу керек дейді жауаптылар. Ал назардан тыс қалмаған тұрғындар алғыстарын айтуда. Үйлерімізге осындай сый-сияпаттарын апарып беріп, біздерге деген қол ұшын беріп, жүрек жылулықтарын беріп атқандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Осы ай бізге үшін қазақ халқына өте дәстүрлі ай. Қазақша жаңа жылдарыңызбен отбасыларыңызға тыныштық, береке, жүрген жерлеріңіздің бәрінде осындай құрметке ие болып, әйел затын құрметтеп, әйел ірі тұлға, бұл әйел заты бір күн емес, бір жыл емес, бір кісі елінен бақытын іздеп, сол жерге бір өмірін бағыштап жүрген тұлғаны құрметтеп атқандарыңыз үшін Алланың нұры жаусын сіздерге. Жетісай ауданынан Перизат Ортай, Нышанбай Құлсейітов, жаңалықтар.